Бірінші есеп. 3 кг шие тосабын дайындау үшін шиенің 9 бөлігін және қанттың 6 бөлігін араластырады. Тосапқа шиемен салыстырғанда неше грамм аз қант керек? Бұл есепте бірінші білу керек нәрсе ол 1 бөлік қант 1 бөлік шиеге тең, яғни қанттың 1 бөлігі шиенің 1 бөлігіне тең. Ондай болса, бізде барлығы 9 қосылған 6 тең 15, яғни біздің шие тосабымыз 15 бөліктен тұрады. Енді әр бөліктің қанша килограмм екенін білу үшін, қанша грамм екенін білу үшін 3 килограммды граммға ауыстырамыз. Ол бізде 3000 грамм. 3000-ды 15 бөлікке бөлетін болсақ, бізде бір бөліктің салмағы шығады, ол 200 грамм. Енді бізде есепте тосапқа шиемен салыстырғанда неше грамм аз қант керек екенін білу үшін, біз қант пен шиенің айырмашылығын табамыз, яғни 9-дан 6-ны азайтсақ, ол 3 болады. Оны бір бөліктің салмағына көбейтсек 200-ге, онда 600 грамм шығады. Демек, бізге тосапқа шиемен салыстырғанда 600 грамм аз қант керек. Мұндағы дұрыс жауап А варианты.